Фокус. Балалар киностудиясы. Сәлем. 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 Неге жалғыз отырсың? Қорқпайсың ба? Несінен қорқам? Кімнен? Біз осы жерден өтіп бара жатқан едік. Мына жарықтарды көріп, осында бұрылдық. Оның үстіне әдемі дауыс шығып жатқанға. Мына жер сондай жайлы екен. Біз кедергі жасап отырған жоқпыз ба саған? Жоқ. Ол не дегенің? Бәрібір мұнда ешкім келмейді. Солай де. Менің есімім Мирас. Карима. Еділ. Мен Дулат. Өзіңнің есімің? Дария. Менің есімім Дария. Есімің ерекше екен. Сирек кездесетін есім. Нағаш апам қойған. Еділ, біз не деп келіскен едік? Қазір жауап қайтара салайыншы енді. Дария, біз бұл ауылға қонақпыз. Ал бұлар менің сыныптастарым. Осы ауылдың шетінде тұратын атамның үйіне қонаққа келгенбіз. Арғарай, мен айтайын, я? Біз осы бір айымызды төртеумізге арнадық. Осы апта Мирастың ауылында болсақ, ендігі апта менің ауыл. Ал одан кейін Кариманың ауылы. Ал соңғы апта Еділдікінде. Анандай ғой ше. Телефонсыз демалыс. Былай айтқанда, бір ай без телефона ғой. Челлендж дейма, эстафета дейма, осының бәрін басқа достарымызға жолдамақшымыз. Қалай? Иә, бастамаларың жақсы екен. Бірақ, сен демалыстың шырқын бұзып жүрген жоқсың ба? Жоға, өшіріп тастаймын ғой. Құр отырмай, ойын ойнасақ қалай? Ойыннан шаршамадың ба? Одан да қызықты әңгімелер айтайық. Есіме түсті. Қорқынышты әңгімелер, болған оқиға, аңыз әңгіме дегендей. Қыздар қорқып қалмай ма? Карима, Дария дегендей. Қорықпайды, біз бармыз ғой. Просто соңында «Уа!» деп қорқытпасаңдар болды да. Я, осындайларыңды қойыңдаршы. Жарайды, дегендерің болсын. Дулат, идеяны тастаған сен, өзің баста. Мен ба? Мен сендерге болған оқиғаны айтып берейін. Бұл оқиға осыдан 10-15 жыл бұрын болған екен. Бірінші естігенімде өзімде қатты қорқтым. Бір күні Давай, эй, Паш! Ты что? Эй, Паш! Бежишь что-то? Эй, ты смешной! Эй, ты смешной! Эй, топты ver! Эй! Гол! Ой! İstedin mi? Versin
soqqan. Мәс. Маған. Мәс. Yo! Nega soncha qattiq tebesin? Бар әкел енді. Не болды сонша? Әпкелем. Тек менімен біреуің барыңдар. Тек мен сен ғой. Бар енді әпкел. Осыдан добын жарсаң, көресің. Кетшей. Азат, жарты жолдан неге қайтып кетті? Azat!
Болды. Қалай болды сонда? Әлгі Азат деген бала сол күйі жоқ. Қош. Рас айтам. Ол жерде маньяк бар десе, енді біреулер елес бар дейді. Бірақ полиция қызметкерлері әр жерде әбден тексерді. Ешкім ештеңе тапқан жоқ. Мүмкін емес. Бәрі де мүмкін. Мен де осыған ұқсас болған оқиға айтып берейін. Менің айтайын деген оқиғам қызықты әрі қорқынышты. Ол қалай? Қорқынышты болса, қалай қызықты болады? Дулат айтқандай бәрі де мүмкін емес пе, Дария? Бір күні Не болды, Арман? біз адасып кеткен сияқтымыз. Неге? Бағана осы жолмен жүрген сияқты едік қой. Жоқ, мен өз жүрген жолын білем ғой. Мама! Мама! Папа! Папа! Айттым саған, ұзаққа бармай-ақ қояйық деп. Неменеге айқайлайсың? Ақылды болсаң, тап жол. Адастыруың аздай, енді мен кекетіп шығардың ба? Ей, мен бе сен кекеткен? Ей, берейс. Мә саған, мә. Ой, Мә саған, сол керек. Мә. ой. Енді қай жерге барамыз? Мен саған сөйлеп тұрмын. Кетшей. Тоқта. Ренжіп қалдың ба? Шілей үйтіп кетпейтін шығарсың? Бірінші төбелесіміз емес қой. Бұдан бұрын қанша төбелестік, бұдан кейін қанша төбелесіміз бар дегендей. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум салам. Ассалаумағалейкум аға. Аға, біздің мама мен папаны көрмедіңіз бе? Мен сенің мамаң мен папаңды қайдан таним? Адасып кетпек. Жол көрсетіп жібересіз ба? Жол көрсет дейсің бе? Сіз негіз қай жерден келе жатсыз? Мен ба? Мен дүкеннен келе жатырмын. Дүкен? Дүкен? Иә, дүкен. Мен асығыспын. Жолдан тұрыңдар. Аға, қай жерде екен? Аға, дүкен қай жерде? Аға, дүкен қай жерде? Мәссаған. Кеттік, мына жақта шығар. Е, осы жақтан келді ғой. Аман қара. Жүр, кеттік.
Ассалаумағалейкум ата. Алейкум ассалам. Ассалаумағалейкум. Молда бол балам. Ата, мен өскенде хирург болам. Ойпырмай қисығын қарашым аның. Ата, осы аралықта дүкен бар ма? Қандай дүкен? Кәдімгі анау-мынау сататын дүкен. Бұрын болған. Қазір мен қаланың тыныш тіршілігінен шаршап келгенімдегі демалатын орным осы. Әлгі кісі бізді алдаған ма сонда? Білмейм. Өздерің қайдан жүрсіңдер? Ата, біз адасып кеттік. Бәрекелді. Өзіме де сол керек еді. Қане, бер келіңдер. Ата, бізге сонда көмектесесіз ба? Әрине көмектесем. Бірақ бір шартпен, Шарт? Енді мен жұмбақ жасыруды жақсы көретін адамын да. Егер сендер мен жасырған жұмбағыма шешім табатын болсаңдар, сонда көмектесемін. Ал, таппасақ ше? Таппасаңдар, онда маған ең қымбат заттарыңды тастап кетесіңдер осында. Келістіңдер ма? Келістік, ата. Онда тыңдаңдар. Мен бір жұмбақ жасырам. Табасың ба? Таппасаң, тамашаға батасың ба? Дарияның ортасында бір құс отыр, құйрығы дарияның жағасында. Ал іздеңдер. Тал шығар, ата. Жоқ, тал емес. Табыңдар, ойланыңдар. Иә? Иә? Таптыңдар ма? Таппадыңдар ма? Осында кітап оқымағандықтардан ғой осы. Так, екеуіңді маған қымбат заттарың тастаңдар мұнда қазір. Ата, бізде қымбат зат жоқ. Қалай жоқ? Бар. Бар сендерде қымбат зат. Өткенде бір жігіт өздерің сияқты. Менің айтқан жұмбағыма шешім таппағаннан кейін қолын былай кесіп алған мен оның. Ерман, қаш! Кездесеміз әлі.
қайда бара жатсыз? Мен сендерді атаға алып бара жатырмын. Немене? Жіберіңіз бізді. Бәрібір босай алмайсыңдар. Жұмбақтың жауабын табасыңдар. Сол кезде босайсыңдар. Мен де кезінде жұмбақтың жауабын таппаған едім. Міне, ең қымбатымды бердім. Жүріңдер. Арман, өтініш ойланшы. Арман. Тілімнің ұшында тұр. Ол тез, Арман. Қазір. Айтшы, бол тез. Дария, ол қазанның ішіндегі сүт. Ал құз, ол қазанның ішіндегі ожау. Мама! Папа! Папа! Мирас, мынауың таза ертегі болып кетші. Болған оқиға. Шынымен де қызықты екен. Мен айттым емес пе? Содан кейін не болды оларға? Ата-анасы келіп әкетті. Аман-есен байтеуір. Аман-есен, уайымдамаңдар. Екеуі содан кейін мектебінің үздігі бопты. Неге? Әлгі жағдайдан кейін сабағына көңіл бөліп, әдеби кітаптарды көптеп оқитын болған көрінеді. Ендеше мен айтайын, менде де бір оқиға бар. Қорқынышты ма? Біреуге қорқынышты, енді біреуге олай болмауы мүмкін. Ал, тыңдайық онда. Оқиға былай болған. Бір күні Қанша жиналыпты көрш? 570 теңге, компьютер бар, 3 жұмыртқа және 2 метр мата. Мата бергеніңіз қуа ма? Енді әркім барын береді ғой. Бапта. Тыңдаш, кімден алар? Арғы көшең балдар болу керек. Арғы көшенің балдары? Конкурент десе бізге. Оларды біздің көшеге келтірмеу керек. Дұрыс айтасың. Кеттік, айтамыз ба? Бүгінге жетер, қайтайық. Не болды саған? Бұл кісінің кім екенін білмейсің ғой. Кім екен ал? Қарсыбай ата үйінде жалғыз тұрады. Қабаған ниеті бар. Үйіне ешкімді кіргізбей, кіргізсе шығармайды. Мен өз басым бұл кісіден қатты қорқам. Торымыздан баш. Бір нәрсе болып жатыр, қолымдағы жұмыртқа алады, лақтырамыз ақ қашамыз. Итін не істейміз? Кәс. Иті байлау екен, артық етпес. Кеттік. Жарайды. Не болды? Сонша көрсіндің ғой. Жүр. Ақтау, Қаратау, құрма шашар. Осы үйде бір жеңген бар денге шашар. Денгесін шашпай төкпей қолыма. Қайшайын сәндерді түзел, бәріңізді. Қаш, кеттік.
Содан не болады? Жұмыртқаның ағы мен сарысы араласып, Қарсыбай атаның үстіне жағылады. Ол ма? Артқа қашам деп, тасқа сүрініп, жамбасымен жерге сылқ құлайды. Жалғыз тұратындықтан ауруханаға бармай, үйінде біраз уақыт жатып қалады. Асан мен Берік атаның үйіне біраз күн жоламай жүрді. Ол атадан барлығы қорқатындай жаман адам ба? Бір жолы ауылда 3 бірдей бала қатарынан із-түзсіз жоғалып кетті. Ауыл тұрғындарының барлығы осы атадан көр. Барлығы жабылып, соттатып та жіберді. Соңынан түрмеден шығып келген соң, онымен ешкім де араласпай қойды. Түсінікті. Арада біраз күндер өткен соң, Естейміз? Саған дауа жоқ екен. Енді бүгін құр қол қайтамыз ба? Құр қол қайтқанда ана көшенде қырын шығарып жүрдік қой. Оның үстіне Ұлбосын апайдың да айтқаны рас. Сендер жарамасанды кәсіп қылып алдыңдар ма? Сендер табу үшін емес, сауап жинау үшін айтасыңдар дей ма? Қош кет, қайт Қасан. Қош, тағы бір көрейікші. Өткендегіден кейін таң қойсашы. Қайтып тайын, тас қараңғы еді ғой. Бір жағдай болып қалса, мен сені тастап кетіп қала салам. Жарайды, оған да күн, кеттік. Бармай мен есігінің алдына дейін. Бош жек, бош! Ақтау, Қаратау, Құрмашар. Осы үйде бір жеңген бар, теңгесі шар. Теңгесін шашпай төкпей қолыма бер. Қасымда қу досым бар, алқа шар. Шар. Асан! Ай, кірмейсіңдер мен үйге. Жүр үйге, кір. Ай, жарайсың. Жүр. Ай, ой, қайда кетіп қалды анау? Ай, кіре бір. Кір. Мәне, мынау саған. Жоқ, ата, мен бұны аламаймын. Қолымды қайтарма балам. Бұл сыйлық. Сыйлық деген адамды бір-бірімен жақындастырады. Оны білесің бе? Қонақ келсе, құт деген. Оны атам заманнан ата-бабаларымыз айтып қойған. Соны білесің бе? Өткен жолы бір-екі бала жарамазан айтып келіп, мені мазақтап, үстіме жұмыртқа лақтырып кетті. Одан қашам деп далаға шықсам, дала қараңғы. Ана біреу тасқа сүріндім де, мынау бел омыртқамды ауыртып алдым. Бұл ауылда не сыйым бар дейсің? Қайтейін. Ата, бір нәрсе айтсам, ұрыспайсыз ба? Айта ғой, айт. Соны жасаған біз едік. Кешіріңізші. Лақтырамыз деген ойымызда болған жоқ.
қараңғыда қорқынышты көрінгеннен кейін не істерімізді білмей қалдық. Жарайды, балдарым. Мен кешірмей қайда барам? Неге кешірмеймін? Кешірем. Сол күні жарықты төлемейсің деп мынау Светта қиып кеткен. Сендерден кешірім мен сұрайым. Қорыққаным үшін кешірім сұрайым енді. Мынаны ала қой. Ал. Бара қой, балам. Бар. Рахмет, ата. Драма ойнау көзге жасауды. Содан Асан өзінің достарын жақсылыққа сендіріп, әрдайым Қарсыбай атаға көмектесіп тұрды. Суын тасып берді. Ауласын тазалап берді. Дүкеннен керек жарағын әкеліп беретін болды. Тіпті олар жақсы дос қайналды. Қарсыбай ата өзінің өзгеге керек екенін күннен күнге сезіне бастады. Осылай мейірім зұлымдық атаулына жеңе түсті. Бүкіл ауылды ақырындап Қарсыбай атаның жақсы кісі екеніне сендіре бастады. Ата Асанға не сыйлық берді? Ата? Ол өзінің ешкімі жоқ болғаннан кейін үйіне келген алғашқы қонаққа мұрамды қалдырам деп серт берген көрінеді. Ал Асанның ата-анасы қалада жалдамалы пәтерде тұрған. Көп ұзамай Қарсыбай ата да дүниеден өтеді. Ата! 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 Ата, тұршы! Ата, тұрыңызшы! Ата! Ата! Мәз саған сөзім жоқ. Бақыт деп болсын айт, я? Жарайсың, Карима. Бізді жақсылыққа бір табан болсын жақындатып қойдың. Кішкене жақсылықтың артында үлкен сый тұрады емес пе осындай? Тағы кімде қандай оқиға бар? Мен айтайын. Сен айтып қойған жоқсың ба? Одан да мені тыңдаңдар. Қарсылар бар ма? Өй, ач, бұлжырамай. Мезгіл түн болғаннан кейін, оттың жанында отырғаннан кейін, қорқынышты әңгімелер, оқиғалар жақсы кетеді, я? Аш тез. Менің оқиғам Кариманкіне ұқсас. Но өмірде әртүрлі жағдайлар болады емес пе? Бұл оқиға шынында да өзгерек. Бір күні
Қанша күнге келдің? Менің қанша күнге келгенім сенің мама папаң жақсы біледі. Сонымен осында оқығың келеді ма? Дәл солай. Нешінші сынып оқисың? 7 сынып бітіріп, 8 сыныпқа өттім. Ас болсын. Сіздің атыңыз кім? Мені жай қызметші деп атасаңыз болады. Басқа сізге ештеңе керек емес пе? Әзірге жоқ. Негізі өзіме керек нәрсені өзім жасап үйреніп қалған. Жоқ, о не дегеніңіз? Бірдеңе керек болса мені шақырыңыз. Жарайды. Біртүрлі. Біздің үйдің тәртіп бойынша ешкім затына тиіспейді. Таза жүреді, маманың айтқанын тыңдайды. Өйткені папа үйде көп бола бермейді. Сондықтан да мына үйге ешкім аяқ баспауы керек. Ал оны орындамасам ше? Онда сені жазалайды. Кім? Мама и мен. Түсінікті. Мыналар менің достарым. Бұндай достар еш жерде жоқ. Сен біздің топқа қосылғың келе ма? Маған бәрібір. Келе ма, келмей ма? Жарайды, келеді. Онда бір шартым бар. Соны орындасаң, біздің топқа қосыласың. Бірақ мамаға айтып қойма. Ол қандай шарт? Жарайды, түнесем түнейін осында. Қызметші Нұргүл ма?
Я, дәл өзі. Ол сонда ауру ма? Я, жаңылтпаш қой мынау. Кәмшат Нұргүлді үйінде құлық сатып жұмсайды. Күн бермейді. Жаман суық үйге кеш бата салысымен қамап қояды. Кейде шеттен шығып кеткенде ауырып соғады. Әлгі күнделіктің ішінде не жазылған? Ол күнделіктің ішінде бар шындық жасырылған. Шындық? Кел, Роза. Бұны қайдан алдың? Сен де қайдан жүр? Мен енді барлық шындықты білемін. Менен ештеңені жасыра алмайсыз. Бұның бәрі жалған. Мынау ше, мынау құнтақтағы Роза мен бе? Тыныш. Кәмшат естіп қоймасын. Не себерсің? Мен сіздің қызыңыз екеніне ұяласыз ба? Жоқ. Мәселе ода емес. Мәселе неде екен онда? Неге мені жасырып келдіңіз? Сен ауылдан алдыртқаным да сондықтан. Ол кезде жас болдым. Қаншама күннен қиын кездер өтті. Тіпті неден бастарында да білмеймін. Кәмшаттың ата-анасы бақуат тұратын. Анаң сені босанғаннан кейін ауыр науқасқа ұшырады. Саған ана болып жарытпайтын еді. Қаншама дәрігердің есігін тоздырдық. Түк шықпады. Сосын Кәмшатқа үйлендім. Неге үйлендің? Мұны түсіну саған әлі ерте. Мен кішкентай қыз емеспін ғой? Қызым, мен Кәмшатқа үйленбегенде әкеңді мұндай күйде көрмес пе едің? Байлық үшін менің анамды осыншама жыл қинап келдің бе? Өзі ауру, ал сен болсаң? Роза, қызым, анаң енді қиыншылық көрмейді. Сен де. Мен қиыншылық көріп өскен жоқпын. Ата мен апаға көп рахмет. Сізден бізге ештеңенде қажет жоқ. Ал анама өзім қараймын. Қызым.
Роза анасына қарайлап жүрді. Ең өкініштісі, Розаның анасы көзінің дертінен көз жұмды. Жан түршігерлік. Розаның жағдайы не болды? Ауылға ата-апасының қолына қайта оралды. Неше түрлі тағдырлар бар. Розаның тағдыры осылай болды. Не болып қалып, тесіле қарап қалыпсыңдар. Сенің кезегің. Айта ғой. Міндетті түрде ма? Айтқым келмесе, енді өзің біл. Қорықпайсыңдар ма? Қатты қорқынышты ма? Маған әзірден ұнап жатыр. Онда дайын болыңдар. Менің оқиғам көп боянып, айнаға көп қарайтын Әсем деген қыз жайында болмақ. Бір күні Міне өзде кеп қалды. Достар, қайда барамыз? Сен не осы айнаға тоймайсың? Онда тұрған не бар? Тіпті айнасыз өмір сүремеймін десем не болады? Айнаңды сынып тастасам ше? Одан не пайда? Мен білетін әсел болса, жаңасын сатып алады. Ой, достар, не айтып кеттіңдер? Ешқайда бармайтын болсақ, мен үйге қайттым. Сонда да айнаға көп қарай берме. Әжем айтатын, айнаға көп қарай берсең сұлулығыңды жоғалтып аласың деп. Сол демекші, уақытыңнан бұрын қартайып кетпе. Или ұсқынсыз болып қалма, мен де бұл жайында естігем. Айнаға қарағаннан әдем болмасам, ұсқынсыз болмаймын, уайымдамаңдаршы. Жарайды. Рахмет сендерге қыздар, керемет демалыс болды. Ендігі қыдыру менің есебімнен болады. Ұмыт кетпе, болады. Мен сендерді қашан алдадым, міндетті түрде барамыз. Келесіде шомылуға барамыз. Жарайды, сау бол, пока. Алло, привет, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Естідің ба? Болады. Ата-анасы таппай жатыр екен. Кеше кешкісін үйден шыққаннан кейін әлі жоқ. Қайда кетіпті? Оны білмедім. Полициямен іздестіріп жүрген секілді. Саған звондап сұрамады ма? Жоқ. Сол бізді баяғы шомылуға апармаудың бір амалы шығар. Соны айтсайшы. Сен да біздің аулаға келсейші. Сәлден кейін шығам. Ұзамай шық, мен сені аулада күтіп қалмайын. Жарайды. Сұлулығыңды ұрлайды дей ма? Айтпақшы, болады, шынымен жоғалып кетсе не болады? Қойш, жоғалмайтын шығар.
алдында телевизорге отырасың. Достарыма шығып келемін. Айынау, кештің ортасында айнаға көп қарай бермеш. Сізде бір Болаттың әжесі ұқсап, қайдағын айтасыз да отырасыз. Өткенде достарым, бүгін сіз. Содан кейін не болды оларға? Бұл сәйкестік пе білмедім. Әсем сұлулығынан айырылды. Және болса күле алмайтын ауруға ұшырады. Үнемі жылап жүрді. Көзінен жас тоқтамаған соң араға уақыт салып, екі жанарынан да айырылды. Мәссаға. Болатшы, аман ба өзі? Болатты қала сыртындағы ескі, қираған үйлердің маңынан тауып алды. Сүйектері сынып кеткен. Оған кінәлілерді таппады. Денем түршігіп кетті. Саат қанша болды? Қазір. Түнгі 12. Айнаға көп қарай бермеңдер.